Сіздің миыңыз қанша жаста? Бұл қарапайым тест сіздің миыңыздың жасын анықтауға көмектеседі. Бұл суреттен 6 адамның бейнесін табыңыз. Сізге бар болғаны 60 секунд беріледі. Уақыт аяқталды. Сонымен қанша адамның бейнесін таптыңыздар? Сонымен жауаптарына келсек, егер сіз ешқандай бейне көрмесеңіз, сіздің миыңыз 70 жастан асқан. Бірақ бір ғана тесттің нәтижесіне сүйеніп байбалам салмаңыз. Мүмкін, сіз жай ғана суреттегі кескіндерді ажырата алмаған шығарсыз. Егер сізде көру проблемалары болмаса, үлгіні тану үшін күнделікті бірнеше минут ми жаттығуларын жасауға уақыт бөлуге тырысыңыз. Екінші, 1-2 бейне тапсаңыз, сіздің миыңыз 60 жастан асады. Бірақ бұл әлі үрейленуге себеп емес. Мүмкін сіз шамадан тыс көп жұмыс істеген шығарсыз, немесе өзіңізді нашар сезінесіз. Сондықтан сіз тапсырмаға назар аудара алмайсыз. Ми жаттығуларына күнделікті бірнеше минут бөлуге тырысыңыз. 3-5 аралығындағы адамның бейнесін тапсаңыз, сіздің миыңыз 40 жастан аспайды. Миыңыз әлі жас және өзінің ең жақсы кезеңінде, бірақ кейде сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтын ұстану туралы ұмытпаңыз. Ал 6 бейнені көрсеңіз, сіздің миыңыз 20 жастан аспайды. Миыңыз сіз жеткілікті ұйықтамаған кезде де, немесе шаршаған кезде де жақсы жұмыс істейді. Есте сақтау қабілетіңіз де жақсы және жоғалтқан заттарыңызды тез таба аласыз. Миды осы күйде ұстау үшін күніне 2 минут ми жаттығуларын жасауды ұмытпаңыз. Ал сіздің миыңыздың жасы қаншада? Төменге комментарийге жаза кетіңіздер.